Қайырлы күн достар. Біз бүгін Стамбулдағы екінші күніміз. Алла қаласа қаланы қыдыруға кетіп бара жатырмыз. Бүгін баратын жерлерімізді алда көресіздер. Бөлмеден шығып барамыз. Мынау біздің қонақ үйден. Мынау біздің қонақ үй. Мына артымыздан осы қонақ үйден шықтық. Қонақ үйден шыққан кездегі мына жақтардың көрінісі сондай әдемі. Көшелерінің барлығы тас сол. Міне көріп тұрсыздар. Осындай көрініс. Бүгін Стамбулда күн өте тамаша болып тұр. Біз мына аялдамада трамвай күтіп тұрмыз. Қазір Алла қаласа Сезім музейіне барамыз. Ал міне бұл жақта негізінен осы аялдамаға кірген кезде бірден басат адамдар басып кіріп жатыр. Көріп тұрсыздар, карта. Біз Стамбул картасын алғанбыз. Міне мынандай осы картамен ішін толтырып, осымен жүрміз негізінен. Міне адамдар кіріп жатыр. Осы системалары жақсы екен да, маған қатты ұнап қалды. Шынымен ненің қоғамдық көліктің ішіне кіріп, ойбай кондуктор іздеп, немесе басатын іздеп жүргенше, аялдаманың өзіне сөйтіп кіресің да. Жалпы бізді анау жолдың арғы бетінде Шаттық деген қыз күтіп тұр. Сіз қандай аялдаманы атағандай еді? Топқаны. Иә, сондай аялдамаға келдік. Топқаны. Сол аялдамадан осы жақта дейді, негізі Орхан Памуктың Сезім музейі. Қазір бұйыртса барамыз. Құржұма ма? Көшенің аты? Құржұма көшесіне келдік. Мына Масленник музейі деп көрсетіп тұр. Мына бағытқа қарай жүреміз. Мына көрініп тұрған қызыл здание. Қызыл? Анау не істеп тұр екен ғой? Түсінікті. Мына Шаттықпен кездестік. Жаңағы айтқан. Енді сол музейге қарай бара жатырмыз. Достар аралығында Мына музейге келдік. Не деп тұр ана жерде? 1975-99 жылдар арасында осы жерде Кескин жанұясы өмір сүрген. Кескин деген Фюсунның жанұясы. Бұл үйде Фюсун мен Кемальға қатысты заттар, суреттер музейі. Енді кеттік ішіне кіріп көрейік. Мынандай қызыл кілттеріне. Кілттер жайлы да кітапта бірдеңе бар. Музей кірейін деп тұрмыз. Билет алайын деп жатыр. Музей. Бағасы қанша мынасында? Екі билет береді сіздерге. Менде рабочий виза болған соң тегін екен. Күшті. Бізге мынау қанша? 40 не ма? 40 лира. 40 емес, осыз. Жоқ, 25-тен беріп тұр. 25-тен? 25-тен. Негізі шетелдіктерге 40-тан беру керек. Сізбен келгенсін бізге солай беріп тұр, деме? Шетелдіктерге негізі 40 лира екен. 40 деген біреусін 7 теңгеден есептейсіздер. Сонда бағасы қанша? Қанша есепте жүріз тезірек? 40 дегеніз 3 теңге. 3 теңге ма? Міне, ішіне қарай кіріп баратымыз. Түсіруге бола ма екен? Мынау Кемалдың Пүсіннің даже тартқан темекілері әр жылдардағы. Темекінің астында жазылып тұрады. Мынадай кезде мынаның қуанында, мынау балконда. Сондай нелері бар еді. Музейді керемет жасаған негіз. Байқағандарыңыз сай. Командасының іздеп Мынау деген сұмдық қой, мына жүрген есін қақапты ғой. Типа қолын. Мынаны үстіп дайындаған шығар, бұл темекілерді. Оқыған болсаңыздар, естеріңізде түсер, мынау Пүсіннің сырғасы. Соны іліп қойған екен. Ал мынау міне
сөмке сататын жері. Мүпісінің аяқ киім шығаршамыз. Мына жақ бетте де біраз сеңгер. мамасы екінші болып істелді. Аха. Сол кісінің тиесілі заттар, Біздің мамасының заттар екен. Мына жерде тұрған. Мынаның барлығы мына Орхан Памуктың әр түрлі тілдерде шыққан. Мынаға сезім музейінің түрлері. Түрлі. Қазақша жоқ, Қазақша жоқ, алдында кім біреу сыйлап кеттік деп жатыр еді негізі. Осындай кітаптарын, Орхан Памуктың кітаптарын сатады екен. Мына жақтарда, мына жақтарда кітаптар бар. Пүсіннің сырғасында сатады дейді. Мына жерде даже брелок ретінде ма? Сырғалар маяқта. Мына көбелек сырғалар сатады екен. Достар, біз жаңа ғана Сезім музейінен келдік. Сезім музейінен алған әсерің туралы деп сіздер өздеріңіз сұрағансыздар Инстаграмда. Жалпы енді бұл жерде мен Сезім музейін негізі бір қатты көргім келді деп айта алмаймын. Өйткені маған осы кітаптағы Кемал мен Пүсіннің махаббаты онша ақылыма сыймайды. Өйткені білмеймін, ондай махаббат болуы мүмкін дегеннің өзіне мен сенбейтін секілдім. Кемалдың сонша уақыт бойы бір Пүсіннің соңынан қалмай жүруі, одан кейін енді былайша айтқанда бүкіл өмірін соған арнауы, құртуы, білмеймін, енді бір ондайға тұрмайтын сияқты. Адам өзі өмірі обал көрінді де маған. Енді және бұл кітапты оқу барысында өзі түрлі эмоциялар тудырды. Менде бір кездері шек көрдім, бір кездері тіпті оқымай тастай салғым келді. Өзі кәдімгідей қалың кітап қой. Соған қарамастан оқып бітірдім, әйтеуір бітірейін деп. Орхан Памукке деген құрметім үшін. Енді мен оқығанға дейін оның менің атым қырмызысы бар, Стамбул город воспоминаний бар, рыжеволосая женщинасы бар. Сол кітаптарын оқып, маған Орхан Памук жақсы әсер қалдырған. Ал мына кітаптан кейін енді екіұдай сезім болды. Бірақ енді осы кітапқа қойылған бір ескерткіш секілді болғаннан кейін, әрі Орхан Памук осы музейді қаншама ақшасын жұмсап салдырғаннан кейін, жасағаннан кейін, Стамбулға келсем, осы музейді көрсем деген бір қалай мақсат болатын менде. Солай Алла нәсіп етіп, енді біз бүгін көріп шықтық. Көріп шыққанда да енді әсер, енді өзі айтады ғой, жазушының бұл ойдан шығарылған туынды дегенге келтіреді ғой. Бірақ мына музейді қарасам, соншалық шынайы құрастырылған, әр нәрсе шынайы қойылғаннан кейін, тіпті ол нәрсенің шынымен ол оқиғаның болмағанына күмәнданып қаласың. Өйткені, мысалы, алғаш музейге кірген сәтте темекінің тұқылдарынан кәдімгідей бір қабырға темекінің тұқылдары. Ол жерге қарасаң 4000 бәленбай тұқыл бар дейді, оның барлығын кезінде сол Пүсін тартқан. Сондай темекі дейді. Ары қарай кәдімгі кітап бойынша өрбейді. Мысалы, естеріңізде болса, кітаптың алғашында Пүсіннің қалдырып кететін сырғасы бар ғой. Мысалы, сол сырғада сол жерде тұр, мынау Пүсіннің сол сырғасы, мынау анасының жаңағы тігін машинасы, мынау тағы бірдеңесі деп. Ең соңында жалпы музей кімнің Кемалдың есімен бітеді. Өзі тұрған бөлмесі, және сол бөлмеде ол Орхан Памукқа өзінің оқиғасын айтып отыруымен бітеді. Тіпті солардың бәрін көргеннен кейін менде бұл оқиға өмірде шынымен болса болған шығар деген сияқты бір әсер болды. Бір әлі де музейден шыққаннан кейін де бір екі түрлі сезімнен әлі арыла алмай отырмын. Өйткені мұншалықты шынайы бір кітапқа, бір ғана романға осындай музей ойлап табу, ол музейді соншалық шынайы келбетте жасап шығу бір Орхан Памуктың тапқырлығы деп ойлаймын.
Сондай бір жақсы музей жасалған екен. Бірақ мен Кемалдың махаббатын әлі де ұнатпаймын. Әлі де бұл кітапты жақсы көремін деп айта алмаймын. Десе де, егер Стамбулға келіп жатсаңыздар, бұл музейді бір көріп кетуге тұрарлық, егер бұрын сезім музейін оқыған болсаңыздар деп ойлаймын. Бірақ бұл кітапты жақсы көретіндер де бар. Соған қарағанда адамдардың өзі ішінде екіге бөлінетін шығар. Жақсы көретіні, жақсы көрмейтіні дегенде. Ал сіздерге бұл кітап ұнай ма? Егер Стамбулға келсеңіздер, сезім музейін көруші ме едіңіздер? Ол туралы міндетті түрде осы видеоның астына комментарийді жазыңыздар. Біз сол музейден шыққаннан кейін теңіздің жағасына барып, бір кафеде тамақтандық. Міне видеосын өздеріңіз көріңіздер. Міне мынандай көрініс теңізге. Теңіз жағасында қала қандай әдемі. Социал тесілері деген асханаға келдік. Міне сол жерден мынандай тамақтар жей келе жатырмыз. Міне тарелка мынандай. Қашаттықтығы міне печенье. Осыларды енді міне бүгінге осы сезім музейінен алған әсерім осындай. Егер барам деп жатсаңыздар, сіздерге қазір адресін айтып берейін. Біз өзіміз Сұлтан Ахмет мешіті аймағында тұрдық. Егер Сұлтан Ахмет мешітіне келіп, сол жерден трамвайға отырып, Топхане деген станциядан түсесіздер. Бір 4-5 аялдама болса керек. Сол жерден жоғары қарай көтеріліп кетесіздер. Сол жақта Шұқыржұма деген көше бар. Сол Шұқыржұма көшесінің бойында жақын тауып аласыздар. Оңай қызыл үй. Сол біздің Орхан Памуктың сезім музейіне қойылған ескерткіші. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Стамбулдағы қызықтарымыз әлі де ары қарай жалғасады. Одан басқа көргендеріміз жөнінде келесі видеолардан тамашалаңыздар. Каналыма жазылып қойыңыздар және мұна қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда сіздерге менің видеоларым ескерту ретінде келіп тұрады. Өткізіп алмайсыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.